Арнольд Шварценеггер интернетті жарып жіберген ең керемет сөз. Бұл мотивация сіздің өміріңізді мәңгілікке өзгертеді. Тікелей жұмыс етіңіз. Сиқырлы таблетка жоқ. Адамдардың уақыты жоқ дегені мені ашуландырады. Мен құрылыста жұмыс істеп, жақсы жұмыс жасадым. Жаттығу залында 5 сағат жаттығыңыз. Әрқайсымызда тәулігіне 24 сағат бар. Оларды жоспарлаңыз. Сізге жұмыс істеу және қайтадан жұмыс істеу керек. Мен сізбен сәттілік туралы сөйлесуге келдім. Колледжге түскенде құрылыста жұмыс істеп, жақсы оқыдым. Күніне 5 сағат жаттығу залында жаттықтым. Ол кезде бодибилдинг ақша әкелмейтін. Қажетті спорттық тамақтануға ақшам болмады. Сондықтан жұмыс істеуге тура келді. Мен жұмыс істедім, оқыдым. Аптасына тағы 4 рет жаттығып, кешкі сағат 8-ден таңғы 12-ге дейін актерлік шеберлік сабағына бардым. Және мен бәрін жасадым. 1 минутты да бос өткізген жоқ. Сол үшін бүгін осында тұрмын. 20 жасымда Лондонға барып, ғалам мистері атағын жеңіп алдым. Мен тарихтағы ең жас әлем мырзасы болдым, және бұл менің мақсатым болғандықтан болды. Егер сіз қайда барарыңызды нақты көрмесеңіз, сіз ұмтылатын мақсатыңыз болмаса, сіз шеңберлермен жүресіз және ешқашан ештеңеге қол жеткізе алмайсыз. Америкадағы адамдардың 74% өз жұмысын жек көреді. Адамдардың көбісі олардың істеген ісін ұнатпайды. Өйткені олар мұны өздерінің көздеген мақсаты үшін емес, тек мақсатсыз қаңғып жүргендіктен және бос жұмыс орнына сүрінгендіктен жасайды. Олар ақша табу керек болғандықтан жұмысқа барады. Ал тек ақша үшін жұмыс істеу, бұл әрқашан күнделікті, мүлде рахат әкелмейтін ауыр жұмыс. Ойлап көріңізші, адамдардың 4-тен 1 бөлігі ғана өмірде істеп жатқан ісін шынымен жақсы көреді. Темірді теңселту фильмі түсірілген кезде, залда мені көрген адамдар, неге күніне 5-6 сағат тозғанша жаттығатын болсаңыз, жүзіңізден күлкі кетпейді. Басқалар сіз сияқты қатты жаттығады деп сұрайтын. Бірақ олардың жүздері үнемі күңіреніп тұрады. Неге олай? Мен әрқашан осылай жауап бердім. Өйткені мен мақсатыма қарай жылжып келемін. Менің алдымда ғалам мырзасы деген атақ тұр. Менің әрбір қадамым мені мақсатыма жақындатады. Әрбір тәсіл менің таныстыруымды шындыққа айналдырады. Мен көтерген әрбір килограмм арманыма қарай тағы бір қадам. Сондықтан мен 230 килограмм скватты орындауға шыдай алмадым. Мен тезірек стендтік преспен тағы бір 2000 кранчты орындағым келді. Олар келесі жаттығуды күте алмады. Мен сіздің мақсатыңызға деген көзқарастың болуы, оған жету үдерісін рахатқа бөлейтін түсінгеніңізді қалаймын. Не істесен де, алдына мақсат қою керек. Мақсат бірінші қажеттілік. Мұхаммед Али көп еңбек етті. Мен мұны өз көзіммен көрдім. Али жаттығып, 3 бұлшық еттерін сынап жатқанда, оның жаттығу залына спорт жазушысы келгені есімде. Ол Алиден бұл жаттығуды неше рет қайталайтын сұрады. Ал Али, мен ауырғанша санамаймын деді. Ойлап көріңізші, ол ауырғанын сезінбейінше санауды бастамады. Содан кейін ғана ол санай бастады. Өзіңмен жұмыс істеу деген осы. Міне, кім болсаң да, бәрі осылай жұмыс істеу керек. Сиқырлы таблетка жоқ. Ондай сиқыр жоқ. Одан қалайда құтылуға болады. Сізге жұмыс істеу және қайтадан жұмыс істеу керек. Табыстың бүкіл сыры өзіңмен үнемі жұмыс жасауда. Адамдардың спорт залға баруға уақытым жоқ деп шағымдануы мені қатты ашуландырады. Олар күніне 45 минутты жаттығуға бөле алмайды. Олар физикалық немесе ақыл ойды жақсарту үшін 1 сағатты бөлуге тым жалқау. Күн сайын 1 сағат кітап оқысаңыз, сізге не болатынын елестетіп көріңізші. 365 сағат оқу үшін 1 жылда қанша білім алатыңызды елестетіп көріңіз. Күн сайын 1 сағат сүйікті ісіңізбен жұмыс жасайсыз деп елестетіп көріңіз. Қаншалықты алыс жүре алатыңызды және қанша алуға болатынын елестетіп көріңіз. Адамдардың менің уақытым жоқ дегені мені есінен айырады. Сіз күніне 6 сағат ұйықтайсыз. Сондықтан сізде әлі 18 сағат бар. Әне, ана залда біреу басын шайқайды.
Ол 6 емес, 8 сағат ұйықтайтын шығар, иә? Ал сіз тезірек ұйықтап көріңіз. Сонымен бізде 18 сағат қалды. Орташа адам 8-10 сағат жұмыс істейді. Онды шегеріңіз, бізде әлі 8 сағат қалды. Жол бізде 1 сағат алады. Біреуде 2 сағат алатын шығар. Сонымен бізге 6 сағат қалды. Осы уақытты қалай пайдаланасыз? Барыңыз тамақ ішіңіз, біреумен өсек айтыңыз, әлеуметтік желіге және тағы да басқаға. Енді қанша бос уақытыңыз қалған қараңыз. Сондықтан сіз күнді қалай жоспарлауды үйренуіңіз керек. Күн сайын өз бетіңізбен жұмыс істеу. Мен резервтік жоспарды жек көремін. Ал мен сізге себебін айтайын. Біздің әлемде сіз мүмкін емес, сіз жетістікке жете алмайсыз. Бұл мүмкін емес деп күдіктенетін адамдар өте көп. Және бұл қалыпты жағдай. Өйткені олар өмірде көп көңілдері қалды. Мен адамдарға әрқашан жоқ дегенді иә деп ауыстырыңыз деп айтамын. Сен мұны істей алмайсың деген сөздің орнына әрқашан мен істей аламын деп сенімді түрде айтыңыз. Есіңізде болсын, сіз кез келген нәрсеге қабілеттісіз. Тіпті сіздің айналаңызда күдіктер мен күмәнданушылар болса да. Бірақ сіз өзіңізге күмән келтіре бастағанда, бұл шынымен қауіпті. Өйткені сіз өзіңізге айтасыз. Егер менің жоспарым орындалмаса, онда менің резервтік жоспарым бар. Содан кейін сіз резервтік жоспар туралы ойлай бастайсыз. Және резервтік жоспарға енгізген әрбір ой сіздің негізгі жоспарыңыздан қуатты алып қояды. Басқа таңдауымыз болмаған кезде жақсырақ жұмыс істейтінімізді түсіну өте маңызды. Өйткені сіздің сақтық жоспарыңыз сіздің қауіпсіздік торыңызға айналады. Ол жоғалып қалсаңыз да, немесе құлап қалсаңыз да сізге сақтық жасайтын басқа нәрсе бар екеніне кепілдік береді. Ал бұл жаман. Неге? Өйткені сіз өзіңізді 100%-ға көрсете алмайсыз. Өйткені адамдар спортта және басқа барлық салаларда да қауіпсіздік торы болмаған кезде өте жақсы нәтиже көрсетеді. Мен сізді сендіремін. Менің өмірімде ешқашан резервтік жоспар болған емес. Мен бодибилдинг бойынша чемпион болуға дайын едім. Америкаға көшіп, шоу-бизнеске түсетініме сенімді болдым. Қандай шығын болса да, көшбасшы болу керектігін білдім. Және өз бетінше жұмыс істеуге дайын болдым. Мен өзім қалған нәрсеге қол жеткізгенше қайта жұмыс істеймін дедім. Саяси мансапта да солай болды. Менің ойымша, резервтік жоспардың болуы өте қауіпті. Себебі ол сізді шектейді және сіздің шынымен табысқа жету мүмкіндігіңізден айырады. Адамдардың әрқашан резервтік жоспарға ие болғысы келетінінің басты себебі олар сәтсіздіктен қорқады. Егер мен үлгермесемше, менде басқа ештеңе жоқ. Сізге бір нәрсе айтайын. Жоғалудан қорқып, жоғалу қалыпты. Құламасаң, бұл баспалдақпен көтерілмейсің. Дүниеде сәтсіздікке ұшырамайтын адамдар жоқ. Бірде Майкл Джорданмен сұхбатында олар оның керемет, барлық уақыттағы ең ұлы баскетболшы екенін айтты. Оған ол былай деп жауап берді. Сіз менің жетістігімді ғана ескересіз. Бірақ ең үлкен баскетболшы болу үшін мен NBA-да ойнаған кезде 9000 допты мүлт жіберіп алдым деді. Осылайша, ол қаншалықты табысты деп есептелсе де, бүкіл мансабында ол 9000 рет допты тимей жіберіп алды. Бұл оны сәтсіздікке ұшыратты ма? Жоқ, керісінше ол барлық уақытта ең ұлы баскетболшылардың бірі. Майкл Джорданның ең керемет дәйек сөздерінің бірі: мен мансабында 9000 допты мүлт жіберіп алдым. Мен 300-ге жуық ойында жеңілдім. 26 рет шешуші соққыны маған сеніп жіберіп алды. Мен өмірімде қайта сәтсіздікке ұшырадым. Сондықтан мен табыстымын. Томас Эдисон электр шамын жасау кезінде 10.000 әрекеттен кейін сәттілікке ие болды. Енді ойланыңыз, егер ол 9000-нан кейін бас тартса, не болар еді? Ол ешкім білмейтін жеңіліске айналар еді.
Біз бәріміз сәтсіздікке ұшыраймыз. Және бұл қалыпты жағдай, жақсы. Және қалыпты емесі мысалы, бұл адам құлап, көтерілмей қалғаны. Ал егер ол көтерілмесе, ол өмір бойы бейшара жеңіліске айналады. Ал жеңімпаздар құлап, көтеріледі. Құлап және көтеріледі. Әрқашан тұрыңдар. Бұл нағыз жеңімпаз болдың жалғыз жолы. Мен де талай жеңіліске ұшырадым. Бодибилдинг, пауэрлифтинг, ауыр атлетикадан жарыстарда жеңілдім. Мен осқынсыз фильмдерде де, дәретханаға түскен фильмдерде де, ең нашар пікірлер алған фильмдерде де түстім. Саясатта да солай. Мен алдыңғы қатарда болғаным есімде. Қанша адам маған дауыс бергісі келді. Бірақ мен жеңілдім. Калифорниядағы рейтингім 28%-ға дейін төмендеді. Бірақ кейін ол көтеріліп, мен қайтадан губернатор болдым. Біз бәріміз ұтамыз. Біздің бәрімізде сәтсіздіктер бар. Бұл жақсы. Сондықтан мен ұтыламын деп уайымдама деймін. Өйткені ұтылдан қорқатын кезде сіз байланып және тығыз боласыз. Сіз босаңсымайсыз. Ал бокста болсын, жұмыста немесе оқуда болсын, жетістікке жету үшін толығымен босаңсу керек. Сондықтан демалыңыз және жеңілістің жақсы екенін түсініңіз. Негізгі мақсатыңызға жету үшін қолыңызда бар күшіңізді салыңыз. Тек қателесуден қорықпа. Let's just go all out and give it everything that you got. That's what it is all about. So don't be afraid to fail.